Бастай болсаңыз Oldu mu 15 кетті. Ben жаңағы несі бар, ережесі бар. Сәлеметсіздер, құрметті Ақжар ауылының тұрғындары. Мынау біздің 2024 жылғы депутаттардың есебі жүріп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, сол себепті сіздердің алдарыңызда жылдық есебімізді беруге міндеттіміз. Рұқсат болса, есебімізді бастайық. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы реформаның басты қағидасы болып күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет деген ұстанымды тоқтады. 2022 жылғы референдум нәтижесінде өз үндеуін жасап, 23 жылдың 19 наурыз парламент және мәжіліс депутаттары, мәслихат депутаттарының сайлауы болып белгіленген. 19-23 жылы 905 сайлау учаскесі бойынша жаңағы өздеріңіздің дауыстарыңыз негізінде Тарбағатай ауданы мәслихат депутаты болып сайланған едім. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасының заңының 21 бабының 2-2 тармақшасында депутаттар өз округының сайлаушылары тұрақты байланыс жасауға сайлаушылардың, оларға мәслихаттың жұмысы, оның тұрақты комиссиялары мен өзге де органдардың қызметі, мәслихат шешімдерінің орындауы, петицияларын қарауы туралы, сондай-ақ өзінің депутаттық қызметінің барысы туралы жылына кемінде бір рет хабарлап отыруға, мәслихат шешімдерінің орындауын ұйымдастыруға және бақылау жасауға қатысуға міндетті деп атап көрсетілген. Осы негізде мен сіздерге 24 жылғы біздің мәслихат болып, әр депутат болып атқарған жұмысын туралы баяндама жасаймын. 24 жыл Тарбағатай ауданы мәслихаты кезекті 4 сессия, кезектен тыс 9 сессия өткізді. Аудандық бюджеттен, облыстық бюджеттен, республикалық бюджеттен қаралған қаражаттар бойынша. Өзінің сайланған округы бойынша Тоқтар көшесінің тұрғындары өтініш түсірген, сол өтінішті өзіміздің ауыл және аудандық әкімшілікпен ұсыныс жасалып, Тоқтар көшесі жаңағы Құлжабай тоғанының бойына дейінгі аралықта жарықтанды. Енді бергі жақ көшенің бөлігі қазіргі таңда ұсыныс берілген, ауыл әкімінде, аудан әкімінде ол туралы айтылған. Енді қаражаттың мүмкіншілігіне қарай алдағы уақытта жарықтанады деген ойдамыз, сенімдемін. Ол жаңағы сол Тоқтар көшесіне бөлінген 9 мың теңге қаржы болған, толық жарықты жасалып, өзім сол жерде қадағалауын жасап, мердігерлердің жұмысын бәрін көріп, сол көшенің жарықтануын толық өткізіп алғанбыз. Абай атындағы орта мектеп оқушылары Сансызбай көшесі бойымен жаяу жүргіншілерге қатынайды және біздің тұрғындардың қауіпсіздігін ескере келе, сол көшеге жаңағы тротуар жаяу жүргіншілер жолын салуға ұсыныс жасаған. Ол ұсыныс аудан әкімі тарапынан, Дархан Шоңқайұлының және біздің ауыл әкімі қолдау білдіріп, бөлінген қаржы уақытымен игеріліп, Ибега компаниясы құрылып, сол көшені толыққанды аяқтады. Алайда қазіргі таңда ол жерде сұрақтар бар. Халықтан түскен бордюрлары жаңағы сапасыз болды, бордюрлары жаңағыдай не жасалды деп. Ол жерден де мердігерді біз кінәлаудан аулақпыз, себебі ол кісілер бізге әкім екенбіз, ауыл әкімі, білікті қорғау екен, соның басында жүрдік. Сол кезде ол кісілер бізге жаңағы бордюр құруға және жасады. Ол бордюрды біз көлік өтетін жерлерге ғана қойайық деп, қалған бордюрлардың жаңағы сапасы жақсы екен деп, сол бордюрларға рұқсаттама бергенбіз. Алайда жаңағы көктем айында өз белгілі болды. Қазір толық айырбастап жатыр ол көше бойынша бордюрлардың. Ибега компаниясы сол сәуір айында ол кісілерге жаңағы айтылған, Ибеганың басшысы Дидарға, ол кісілер қазір толық жұмыстарын атқарып жатыр. Сайлау бағдарламасы бойынша көшелерге асфальт төсеу жұмыстарын қолға алу болғандықтан Әмір Молдағали, Құрманғазы екі көшеде бірдей 450 метрдан ұзындықтары. Одан кейін Сансызбай көшесі, Мұхаммади, Қаланбай көшелеріне толық асфальт
жаңылуулармен жасалып жұмыс атқарылды. Общий барлық суммасы 240.909.426 теңгеге бөлініп, ИП ИД-ға аталған жобалардың жұмыстарын сапалы нәтижелі атқарды. Оны өздеріңіз көрдіңіздер, желілердің бәрін байқап көресіздер. Қазірде сол көшені пайдаланып жүріп жатырмыз. Әлия Молдағұлова көшесі қазсушар мекемесімен жаңағы біздің өзіміз үйреніп кеткен ВК дейміз, сол компаниясының ортасындағы аралықтағы жолдың нашарлығы болған. Оның жаңағы біздің ауыл әкімі бар, сол кісімен келісіліп, айтылып, ұсыныс жасалып, ол көшеге асфальт жанылысын жаңағы ИВЕГА компаниясы, ИП ИВЕГА компаниясы сол атқарып жұмысын жасап берді. Мойын учаскесінде орналасқан өрексе малдарға арналған қорымның толып кетуіне байланысты 23 жылы біз қорымдар туралы, мал қорымдары туралы сессияда мәселе көтергенбіз. Ол мәселені аудан әкімдігі тарапынан қолдау тауып, ауыл округтеріне жаңа мал қорымы толып тұрғандарға ақшалар бөлініп, соның ішінде жаңа біздің Ақжар ауылының мал қорымына 29 миллионға жуық ақша бөлініп, былтырғы жылы ПМК құрылыс ЖКХ арқылы тапсырыс беруші біздің жаңағы ЖКХ сол арқылы жаңа жұмыс жасалып, қазіргі таңда толып кетті. Қалмай көшесі бойындағы тротуарлардың құрылысы Бастар алабында аудан әкімі орынбасары Талант Бақытбекұлы, біздің мәслихаттың төрағасы Өмірхан Айкенұлы және ауыл әкімі Дәулеткер Қорғауұлы, қоғамдастықтың төрағасы Серік Ибраев ағаларымыз бар. Бәріміз ақылдаса келе, көшенің қай жақ бөлігінен бізге тротуар ыңғайлы деген өз жаңағы компания ИП ИВЕГА алған сол жобаны, соның барлығымыз ақылдаса келе, сол жолдың жиегіне салып, оның жаңағы көпіріне перила қою туралы бәрін жасап, сол жұмыстар атқарылды. Ол жұмыс бойынша жаңағы кем-кетік жерлері бар, қазіргі таңда ол атқарылды, ол депутаттардың да барлығы әкімдікте, ауыл әкімдігінің назарында. Сайлаушылармен түскен өтініш негізінде ұсыныс 23 жолданған депутаттық сауал Байтұрсынов көшесі бойындағы балалар ойын алаңына қайта жаңалық бойынша бізге Дәулеткер Қорғауұлы екеуміз тұрғындармен кездесуге барғанбыз. Сол жерде бізге мәселе көтерген, мен сол мәселе бойынша аудан әкіміне өзім тікелей сауалымды жолдағам. Былтырғы жылы ақшасы қаралып, ол 5.900.000 теңге ақша қаралды. Толық жөнделіп, астына төсеніштер салып, бергі жағына балалар ойнайтын площадкаға жабдықтар алынып, освещениесі қойылып, қазіргі таңда балалар тұрғындардың біздің пайдалануда өте жақсы керемет ойын несі болды, площадкасы болды. Енді ауылымызда көшелерді қаңғыбастықтар бойынша WhatsApp желісінен өздеріңіз білесіздер, мәселе туындайтын. Ол мәселе бойынша жаңа біздің Тарбағатай бекеттің басшысы, өзіміздің әріптесіміз Жайлаухан Қосқанұлымен хабарласып, ветеринар мамандары өздерінің жұмыстарын тыңғылықты атқаруда. Ол енді бұл жерде айта кету керек, қаңғыбас ит деген ол өзіміздің ауылдың тұрғындарының иттері. Ит аулап даладан қаңғып келмейді. Сондықтан мен сұрайтыным, өзіміздің ауламыздағы, өзіміздің еліміздегі иттерімізді байлап, уақытылы босатып, уақытылы қарап отыратын болсақ, көшеде қаңғыбас ит деген болмайды. Сол себепті жаңағы өзіміздің сол жан-жануарларымызға қараласа. Мәселе бізде қазір сиыр кезегі, мал кезегі туралы туындайды. Ауыл әкімі бар, таңнан барамыз ауылда тұрғындармен кездесуге. Ол жерлерде айтылып, өкінішке орай біз қазір малды бақпай жатырмыз. Оны мойындауымыз керек. Міне 2 жыл болып қалды. Кезек бағылып келе жатқан кезектердің өзі қазір жібере сап, жай ғана қарап жүр. Сол себепті ол жаңағы шабындыққа барып түседі. Одан кейін жаңағы көшеде оның сыртында көшемізде қалай болса солай жүреді. Сондықтан ол мәселені де жаңағы өзіміздің тарапымыздан қолға алуымыз керек деп ойлаймын. Құрметті ауыл тұрғындары, сіздердің түскен өтініштеріңізді, сіздердің телефон арқылы байланыста болатындарыңыз белгілі. Әр сол өтініштеріңізді өзіміздің тараптан да аудан әкімдігіне, ауыл әкімдігіне сессия барысында, тұрақты комиссияларда біз үнемі сауалдар жолдаймыз.
ол сауалдардың шешімін тауып жатқандар да бар, алда қарастыруға да мүмкіншіліктер болады. Ол бір тараптан жаңағы депутаттар ғана мәселе көтергенімен, ол біздің жаңағы ауыл әкімі, қоғамдастығымыз бар, аудан әкімдігі тарапынан бірлесе жұмыстар атқарылады, ол атқарылып келе жатыр. Тағы айтарым, бізде тұрақты комиссияның жаңағы біз несіндеміз, 5 депутат денсаулық сақтау бойынша, білім саласы бойынша, этика саласы бойынша біз тұрақты комиссияда бармыз. Тұрақты комиссияда үнемі жұмыстарға өз тарапымыздан тұрақты комиссияның төрағасы Эльмира Қатыбекқызына ұсынысымызды айтамыз. Тұрақты комиссияда мекеме бөлім басшыларын шақырып, ол жерлердегі есептерін тыңдаймыз. Сол жерде келіп бізге бөлім басшылары, мекеме басшылары есептерін беріп отырады. Енді сұрақтар туындаған кезде ескертпелерді, жаңағы ұсыныстарды ол бөлім басшылары мен мекеме басшыларына да айтады. Назарларыңызға рахмет. Мен енді қысқаша осы өзім баяндамам. Атқарған жұмыстарды өздеріңіз жаңағы участоктың бойынша көріп жатсыздар. Алдағына 25 жылда да жұмыстар атқарылып жатыр. Оны алдағы уақытта мысал болса, алдарыңызда есеп беретін боламыз. Сұрақ, ұсыныстарыңыз болса, Жанна Қинаятқызының есебінен кейін тыңдауға дайынмын. Рахмет назарларыңызға.